Сәлем, спорт дәрігеріне қашан бару керек? Міне белгілері. Науқастар спорттық жарақаттан кейін немесе құлағандан кейін ұзақ уақыт бойы ауырсынуды сезінуі мүмкін. Немесе дәрі-дәрмек пен демалыспен шешілмейтін буындардағы ісіну болуы мүмкін. Немесе тізе, тобық немесе иық сияқты буындарыңызды қозғалта алмайтын қалыпты белсенділікті қалпына келтіру болуы мүмкін. Немесе аяқ-қолдарыңызда шаншу, үйіп қалу сияқты жүйке белгілері болуы мүмкін. Сондай-ақ буындарыңыздың созылмалы тұрақсыздығы, мысалы жүру кезінде буындарыңыздың босап кетуі болуы мүмкін. Бұл белгілердің барлығы спорттық жарақаттардың немесе буындарыңыздағы байлам жарақаттарының салдары болуы мүмкін. Егер сізде осы белгілердің кез келгені болса, спорттық медицина дәрігеріне барып, әрі қарай бағалау үшін және қажет болса, буындарыңыздағы байламдар мен тіндердің қалыпты екенін түсіну үшін мырт арқылы тексертуге кеңес беремін. Рахмет.